Алхамдулиллах, уассалату аля расулиллах ва ба'ду. Ұрпақ сүйе алмай жүргендер үшін арнайы Құрандағы оқылатын дұғалар бар. Бірнеше жерде бар. Алла нәсіп етсе, солардың әрқайсысына бір-бірден тоқталып өтетін боламыз, Алла қаласа, қысқадан нұсқа қылып. Енді мына бір нәрсені түсініп алайық. Бүкіл нәрсе Алланың қалауына байланысты. Алла қаласа болады, Алла қаламаса болмайды. Алла қаласа әмір етеді, күн фаякун, бол деп айтады. Ол моментально бола қалады сол нәрсе. Алла болма деп айта ма, ол болмайды. Мысал беретін болсақ, мынау даладағы ағаштардағы жапырақтар, Алла егер қаласа, Алланың қалауымен ол жерге түседі, жапырақтар ағаштағы. Немесе Алланың қалауымен сол жапырақтар қозғалады. Ал Алла қаламаса, ағаштағы жапырақтар қозғалмайды да жерге түспейді. Көрдіңіз бе? Бүкіл нәрсе Алланың қалауында. Сол үшін Алла тағала кейбір құлдарын бала беру арқылы, ұрпақ беру арқылы сынақ қылады. Ал кейбіреулеріне бала бермейді, ұрпақ бермейді. Солай сынақ қылады. Бірақ біз себептер әлеміндеміз, себептерге жабысамыз, себептерге байланамыз. Мысалы, басымыз ауырса, дәрі ішеміз. Себеп дәрі. Бастың жазылуы үшін. Бірақ беруші кім? Алла, жалғыз ғана Алла. Шифа Алладан, бүкіл нәрсе Алладан. Өлген нәрсені тірілтіп тұрған Алла тағала, сүйексіз мына тілді сөйлеттіріп тұрған ол да Алла тағала, беруші, баланы да беруші ол да Алла тағала. Бірақ біз себепке жабысып амалын жасаймыз. Сол үшін Құранда кейбір пайғамбарлардың мынандай бір қиссалары айтылады. Ибрахим алейхиссалам мысалы 80 жастан асты, баласы болған жоқ, ұрпақ сүйе алмады. Сосын дұға қылды, Алладан сұрады. Сол дұға бар мысалы. Ал бүгін біз сіздерге нәсіп етсе, Закария алейхиссаламның қылған дұғасын үйрететін боламыз. Ол да Құрандағы аят. Ол Закария алейхиссалам 80 жастан асты, біраз жасқа келді, ортада бала жоқ, ұрпақ жоқ. Сол кезде жалбарынып қылған дұғасы бар, Құрандағы аят. Соны қылатын болсаңыз, иншаалла, Алла тағала қаласа, нәсіп етсе, жақын бір уақытта бір ұрпақ, жақсы бір баланы нәсіп ететін болады. Алла нәсіп етсін. Әмин, я Раббал аламин. Енді дұғаның оқылуы ол былай. Астағиду билла, бисмилла. Рабби хабли мин ладунка зурриятан таййибатан иннака самиуд дуа. Осыны қыласыз. Қылғанда қалай? Ғалымдар айтады, үлкендер айтады, таң намазға тұрасыз нәсіп етіп. Тек сіз емес, екеуіңіз бірге. Түсінесіздер ғой, екеуіңізден кімдерді айтып отқаным. Сол екеуіңіз таң намазға тұрып, дәреттеріңіз жаңартып, дұрыстап тұрып, намазды оқисыздар, таң намазды. Сол таң намаздан кейін бал бар ғой, бал, мед. Сол таза бір мед. Оригинал болсын, пайдалы болсын. Соны алдарыңызға қойып, Алла тағаланың көркем есімдерінен 68-ші есімі Ас-Самад деген есімді 41 рет айтасыз. Қалай айтасыз? Былай айтасыз. Я Самад, я Самад, я Самад деп 41 рет айтқаннан кейін жаңағы балға үрлейсіздер. Содан кейін жаңағы дұғаны 41 рет айтасыз. Ол қалай? Рабби хабли мин ладунка зурриятан таййибатан иннака самиуд дуа деп 41 рет айтасыз. Сол 41 рет айтқаннан кейін үрлеп дем саласыз жаңағы медқа. Сөйтіп 41 рет оқып 41 күн жалғастырасыздар. Сосын 41 күннен кейін сол медті 41 күн жейсіздер жалғастырып. Уже ол кезде оқымайсыздар. Оқып болғаннан кейін 41 рет, 41 күн тоқтатып оқуды, арада 41 күн бойы аз-аздан жеп шығасыздар. 2 күнде, 3 күнде жеп тосып қоймаңыздар. Сондай қылып аласыздар ғой, медті, қолданасыздар соны. Шайға қосасыздар ма, сумен араластырасыздар ма, былай жейсіздер ма, өздеріңіз білесіздер. Сол кезде иншаалла, Алла нәсіп етсе, Алла қаласа, сіздерге бір жақсы ұрпақ, жақсы бір бала, азамат, азаматшыларды, салих ұрпақтарды Алла тағала нәсіп етеді иншаалла. Алла қаласа, барлығы Алланың қалауында. Осы амалды жасаңыздар. Таң намазды тастап кетпеңіздер. Таң намаз ол парыз. Жаңа бесін бар, асыр бар, ақшам құтпан намаздар бар, оны да оқыңыздар.
барлығы жақсы болады. Алла беретін болады иншалла. Алла қабыл қылсын. Алла тағала еліне, дініне, отанына, халқына, жеріне қызмет қылатын жақсы азаматшыларды, жақсы ұрпақтарды нәсіп етсін жақын бір уақытта. Әмин я роббал аламин. Аллаху акбар.